Алейкум, әзгіліктің шырағындай, таудың сыңғыр бұлағындай, тасқырлы сөт яғы сүрінбес сұмпардай, көкке самғаса қанаты қайыспа сұңқардай болған тойға келген қадырлағайын. Бүгін мінеке өздеріңіз куәгер болып отырғандай, қазақтың осы бір қазыналы тойы, мерекелік кеші баршамызға құтты болсын деп, дуғал қошемет ұрып қойыңыздар. Бісміллә деп бастайық сөздің басын, сөз дегенде қызыл тілім жаңылмасын, армысыздар тойға келген асыл қауым басыйып сәлем десу ата салтым деп, бүгінгі мерекелік кешіміздің аса құрметті қонақтары алдарыңызға қос бірде асаба болып шыққаннан соң басымызды иіп, өздеріңізбенен сәлемдесіп алғанды жөн көрдік. Дегенменде той қазақтың маңдай тері төгілген, той қазақтың ырыс құты себілген. Орын алды құда жекжат ағайын Ағдастархан ұлы тойдың төрінен деп жатырмыз. Қымбатты қонақтар, құрметті меймандар, бүгін мерекелі берекелі шаңырақтың қуанышынан орын алған күндеріңіз құтты болсын. Осындай тамаша тойлар әрбір қазағымның шаңырағына жұғысты болсын. Рахметіміз айтамыз. Ал енді қымбатты тойшыл қауым, бүгінгі мерекелік кештің асабалары ретінде біз енді Әсем ханым екеуміз осы қасиет дәулет жайлы бір ауыз тілге тиек етпеткенді жөн санап отырмыз. Бүгін әрине өздеріңіз куәгер болғандай, өсіп өнген елге сыйлы болған, мына ел үшін қасиетті киелі мекен Қазығұрт ауданы Қақпақ елді мекенінің тумалары. Бүгінде шырайлы Шымқаламыздың құрметті тұрғындары, ұлы жүздің ішіндегі қаңлы руынан тараған Таңатаровтар әулеттің көшін жалғастырған, біздің әрине әулетіміздің құрметті қариясы бола білген Әбдайдар атамыз менен Анаргүл анамыздың асыл ұрпақтары бүгін әсем дүбірлетіп той жасап жатыр емес пе? Әрине бір жаны дегенменде бүгінгі мерекелік кешімізде әдемі ұрпақтың дәстүрі жаңғырып жатса, орнында бар оңалар деп, біздің бүгінгі төрімізде жадырап, жайнап, қос бірдей немерелерінің қуанышына келіп отырған қымбатты Анаргүл анамыздың мерекесі тағы да құтты болсын деп, ерекше құрметпен айтқанды жөн көрдік. Және қымбатты меймандар, бүгін өздеріңізге Ағдастарханды жайнатқан, кең қазанды қайнатқан тойымыздың төресі Анаргүл анамыз болса, ал тойымыздың иелері Ербол мырза менен Жұлдыз ханымға тойға ұласын, шаңырақта тек қана той болсын, қуаныштарыңыз құтты болсын деп әдемі қошеметтеп, шапалақпен той басында шабыт беріп қояйықшы, той құтты болсын. Беуде. Ал енді қымбат қонақтар, ұрматқан барлық қошеметтің бәрі өздеріңізге Алланың нұры болып жаусын. Ал енді біздің Али Нұр менен Әмірхан қуанышымыздың төрінен табылатын болады. Бүгін таңда өздеріңізге белгілі Ербол мырза менен Жұлдыз ханым екі ұл менен бір қызың маңдайына сүйген, сол перзенттерінің амандығын тілеген бақытты жанұя емес пе? Ал енді осы қуанышымыздың төріне бүгінгі мерекелік кешіміздің себепкерлерін шақырғанды жөн санап отырмыз. Бірақ ұлы көшті бастап келіп отыратын біздің Анаргүл анамыз емес пе? Ал енді қадірлағайын, баламызға сүндет той жасаудамыз дүрмек той сүндет той десек, бүгінгі қуаныш құтты болсын деп, ортамызға Анаргүл анамызды, Ербол мырза менен Жұлдыз ханымды, мінекей перзенттерменен ортамызға ел болып, қошеметпен бірге қарсы алайық кәнекей. Тамаша қымбатты қонақтар, орнымыздан тұрып, шапалақ тұрып, мойында сахнаға қарай бұрсақ, бүгінгі мерекелік кешіміздің ең бақытты жанұясы келе жатыр, қарсы алайық.